Сәлеметсіздер. Мен бүгін сіздерге осындай пингвиннің тігілу жолын көрсететін боламын. Мінекей бізде осындай екі размерде пингвиннің лекаласы берілетін болады. Дәл осы пингвиннің сабағы сіздерге ораза айына, рамазан айына қарсы сыйлық ретінде мынау қуыршақ лекаласының сабағын алған жандарға бонусқа тегін берілетін болады. Екі размері және сабағы тегін берілетін болады. Келіп жеткен рамазан айы құтты болсын. Оразаларыңыз қабыл болсын. Ұстаған жандар, оразада рамазан айында тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Енді дәл осылай екі размерде лекаласы берілетін болады. Мінекей осындай сүйкімді пингвиндер тігіп аласыздар. Менде мына жерде ең кіші размерін тіктім. Дәл осыны сіздерге тігіп көрсететін боламын. Екі размер лекаласы, егер сіз қуыршақ сабағын алмайтын болсаңыздар, дәл осының екі размерін небәрі 500 теңгеге ала аласыздар. Ораза айына мен сіздерге бағасын түсіріп, төмен бағада беріп отырмын. Сонда сіздерге бір лекала 250 теңгеден болады. Дәл осының ең үлкен размерінде болады, сіздерге беріледі. Енді біз осы әдемі ең сүйкімді пингвиндерімізді тігіп бастайық. Дәл осы дельфинді тігу үшін осындай лекалалар беріледі сіздерге екі размерде. Ал мендегі ең кіші размері, міне көріп тұрғандарыңыздай, лекаланың сыртына мен 0,5 см беріп тұрмын. Дәл осылай кіші размердің сыртына 0,5 см бересіздер. Егер өзімен бірдей лекаланың өзімен бірдей тігетін болсаңыздар, ол кішірек болып тігуге қиын болып кетеді. Сондықтан осылай лекаланың сыртына беріңіздер. Бұдан үлкен размерінде беремін. Дәл үлкен размеріне сыртына бермей-ақ өзімен тіге берсеңіздер болады. Дәл қазір енді тігіп көрсететін боламын. Мынау бөлшектен тігіп бастаймыз. Ол үшін мына қолын тігіп алайық. Мен міне біреуін тігіп алдым, қанатын, қолын пингвиннің. Енді осылай түйреп алсаңыздар да болады, немесе түйремей-ақ тіге берсеңіздер болады. Мен мынандай королевский велюр матасына тігетін боламын. Міне денесін қара королевский велюрдан тігетін болсам, мынандай іш бөлігін, бетін осындай ақ королевский велюрдан тігетін боламын. Аяқтары, аузы да дәл осындай королевский жылтыр велюрдан тігіледі. Мынау табан бөлігінде тігіп қойдым бір жағын. Қазір мен сіздерге бір жақтарын тігіп көрсетемін. Әуелі қолынан бастап тігемін. Қараңыздар, мынандай лапка бойымен тігіп шығасыздар. Жаңа айттым ғой, лекаланың сыртына бір немесе 0,5 см артығымен бересіздер. Міне осылай бересіздер де мына лекаланың, ішкі лекаланың сызығымен тігіп шығасыздар. Мына жерде белгіленген жоқ, мен лапка бойымен тіге беріңіздер. Міне қанатын тігіп алдық. Енді осы тігіске жеткізбей дәл осылай қиып шығасыздар жан-жағын. Бұл айналдырғанда тігіс тартып кетпес үшін керек. Айналдырып көреміз былай. Мынандай бір үшкір отвертканың көмегімен былай бұрыштарын шығарып алыңыздар. Ішіне аздап тентеп салатын боламыз. Қазір қанаты тігілетін кезде көрсететін боламын. Міне бізде қанатынан екеу болады. Дәл осылай астыңғы жағы ақ, үстіңгі жағы қарадан болады. Дәл осылай екеуін тігіп алдық. Енді мынау табан бөлігін тігіп аламыз. Табан бөлігін осындай қызыл королевский велюрдан тігемін. Тағы да лапка бойымен тігіп аласыздар. Міне тігіп алдық. Енді дәл осыны да тігіске жеткізбей шет-шетін қиып жібересіздер осылай. Енді айналдырып көреміз былай. Табан бөлігі өте кішкентай болғандықтан мынандай бір пинцеттің көмегімен былай шығарып алсаңыздар болады, бүйтіп тартып. Екі табан бөлігі дайын болды. Енді біз не істейміз? Мынандай бізде басының артқы бөлігі болады. Соның да осы жерде мынандай вытяжка салатын тігістері болады. Өзі лекалада белгіленген. Сол жерде осылай екі жағында тігіп шығасыздар. Дәл осылай тігіп аласыздар. Одан кейін енді бізде мына бет бөлігінде де бар, қарап тұрсаңыздар, мына жерде міне тігіс түсетін жер, вытяжка салатын. Сол жерде де осылай тігіп шығасыздар. Міне осылай қойып аласыздар да тігіп аласыздар. Осылай екі жағында тігіп алыңыздар. Мынау екінші жағында дәл солай тігіп аласыздар. Одан кейін бізде мынау маңдай бөлігінде де бар, қарап тұрғандарыңыздай, мінекей үш жерде бар. Дәл осыны да осылай алып бірдей мінекей тігіп аласыздар. Мынау екі шетінде солай тігіп аласыздар. Дәл екінші жағында дәл солай тігіледі. Енді осында екі тұмсық бөлігі болады. Үстіңгі бөлігі, астыңғы бөлігі. Дәл осы жерде де тігістің орны бар. Вытяжканың орны бар. Дәл осыны осылай екі
беттестіріп тұрып дәлдеп тігіп аласыздар. Енді бізде осы тұмсығын тігіп аламыз. Бізде мынау сызық, мына жердегі жаңағы вытяжкаға салған сызық астына қарау керек тұмсығының. Оны тігу үшін енді осылай тігіп аласыздар. Айналдырып. Келтіріп былай тігіп аламыз. Тұмсығын тігіп алдық. Енді тігіске жеткізбей тағы да кесіп шығамыз. Кесіп алдық, айналдырып көреміз. Ол бізде тұмсығы болады. Барлық тігістерін тігіп алдық қой. Енді не істейміз? Дәл осы денесінде бізден мына жерге мынау аяқтар тігіліп кету керек. Лекалада дәл осы жер белгіленген. Соны мына матаға да түсірген кезде белгілеп кетесіздер. Мына жерін осылай кесіп алыңыздар қайшымен. Сонда матаға түсіріп кетесіздер. Бұл жаңағы біздегі былай қоясыздар да белгілеп аласыздар. Міне аяқ тігілетін жер екі жағына да белгілеп кетсеңіздер болады. Міне дәл осылай белгілеп кетейін қазір мен. Міне дәл осы жерге бізде аяқтар тігіледі деп. Енді дәл осы жерге аяқтарын тігіп кетеміз. Бізде мынандай 4 аяғы болады ғой, соны тігіп кетеміз. Енді осы табандарына кішкене аздап синтепух салып жіберемін. Екеуіне де салбаңыздар. Аздап қана кішкене көтеріп тұру үшін. Осылай шамамен аздап салбаңыздар. Шетін тігіп жібереміз. Дәл осылай мына екінші жағында синтепухты отырып шетін тігіп жібересіздер. Міне екеуін де шетін тігіп алдым. Енді дәл осы белгіленген жерге тігіп кетеміз. Ол үшін жаңа айттым ғой, былай саламыз да екі ортасына тура кішкене мына жерін кесіп жіберейін. Дәл осы тұсына тігіп аламын аяғын. Осы жерге өзім бір тігіп алсаңыздар болады. Себебі мына жылжып кетеді. Мата өте тайғанақ мата ғой. Осылай бір тігіп алсаңыздар болады. Енді осыны қайта бір осылай тігіп аласыздар. Міне екі табанымды тігіп алдым. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді осы маңдай бөлігін біріктіруіміз керек. Ол үшін біз әуелі осы жерге мынау бетін тігіп аламыз. Беті бізде дәл осылай тігілу керек. Дәл осы жерге. Екі бетін тігіп алуымыз керек. Бізде осылай тігілу керек. Дәл осы жерде лекалада осындай сызық бойы болады. Соны кесіп алып тастайсыздар. Бұл жерде бізге тұмсық тігілетін болады. Сондықтан оны осылай кесіп аласыздар. Екі жағын. Дәл осы жерге бізде тұмсық тігіледі. Енді біз осыны осылай тігіп кетуіміз керек. Қараңыздар. Осылай айналдырып мынаған дейін тігуіміз керек. Тура мына шетін, мына жердегі үшкір шеті келді ғой. Соны осылай мына тұсқа дейін айналдырып тігіп аламыз. Былай екі жағын да осылай айналдырып тігіп аласыздар. Қазір бір жағынан бастап көрсетемін. Мен ол үшін мұрнынан бастап тігейін. Міне қараңыздар. Дәл осы жерін негізін қолмен тігіп барып тіксеңіздер де болады. Себебі инемен бірінші қолмен тігіп алыңыздар. Дәл осы жері қиындау болады, себебі доғал жер бар ғой. Сондықтан мен инемен тігіп аламын. Сөйтіп барып тіксеңіздер өзі доғал жері дәлме-дәл келеді. Енді осыны тігіп аламыз. Айналдырып. Беті дәл осылай болады. Жаңа айтып өттім ғой, мына жерде екі жері бірдей болу керек. Астыңғы жағынан сәл артық болса, ол ештеңе етпейді. Былай түзелеп, жаңа мен қосқан артық жерді кесіп алып тастаймыз. Астына 0,5 см беріп қостым ғой мен, соны алып кесіп жіберіңіздер. Міне бір беті дайын болды осылай. Енді дәл осылай
екінші бетін тік шығасыздар. Тура осылай жаңағындай мына жерге дәлме-дәл тігіп қараңыздар. Мынау ұшы мынау тұмсығына дәл келеді, маңдайына дәл келеді осылай. Содан былай айналдырып шетіне дейін тігіп шығасыздар мына жерге дейін. Жаңағы мынау біздегі артық қосқан өлбесті артық шығады, соны кесіп тастайсыздар дәл осы жақтарына. Екінші бетін көрсетпей ақ қояйын, тура дәл осылай тігесіздер. Екі бетін де тігіп алдық осылай айналдырып екі жағында. Енді мынау дәл екі ортасын тігеміз. Сосын мына жерге тұмсық тігілетін болады. Ол үшін енді осылай айналдырып аламыз да. Дәл осы екі ортаны қосып тігеміз лапка бойымен. Мінекей мына жер бізде тұмсықтың орны болады. Дәл осы жерге тұмсық тігіледі біздегі. Бізде тұмсық тігіліп тұр дәл осылай. Астыңғы сызығы тура мына сызыққа келу керек мына жерге. Мына жерге келтіріп тігесіздер дәл осылай. Астыңғы сызыққа келтіресіздер дәл осылай. Астыңғы сызыққа дәл осылай келіп, қолмен тігіп аласыздар. Енді бұны тағы да инемен тігіп алайық. Себебі өте кішкентай бұл жері. Үлкен размер тігіңіздер сіздер. Үлкен размер оңай тігіледі. Міне, мен ішін айналдырып тігіп алдым. Енді дәл осыны машинкада тігіп аламыз. Осы астыңғы жағынан бастап тігейін. Бірнеше қайтара тігіп тастаңыздар осыны лапка бойымен. Міне, бірнеше қайтара тігіп алдым тұмсығына дейін. Дәл осылай болып шықты. Тұмсығы. Ішкі жақтағы тіккен жерлеріңіз бар ғой, мына жерді домалатып, сол жерді де тігіске жеткізбей, дәл осылай қиып шығасыздар. Екі жағында қиып шығыңыздар. Дәл осылай. Аяғында. Себебі дәл осындай доғал жерлері тартып кетеді тігісті. Ол созылмалы мата емес қой, ойыншыққа арналған мата емес. Сондықтан тартып кетеді. Дәл осылай. Басы дәл осылай болып шықты. Енді дәл осы жерге анау сеткасын тігіп кетеміз тұмсықтың тұсына. Ол мынандай. Сетка матадан аласыздар да дәл осы жерге тігесіздер былай міне. Бұл не үшін десеңіздер, мына тұмсықтың ішіне қазір халапай бір салып, синтепух салып, соны ұстап тұру үшін жылжып кетпеу керек қой, бұл не шығып сыртқа. Екі алада беріледі дәл осы сеткасының размері, сонымен аласыздар. Дәл ортасын тауып, екі шетінен тік кетесіздер ғой. Енді мына жақ шетіне де. Тұмсықтан салған нелеріңіз шығып кетпеу керек. Ұстап тұру керек. Бұл не үшін десеңіздер, қазір көрсетемін мен. Тігілім барысында. Дәл осылай тұрады. Енді мынау артқы бөлігін, бас бөлігін тігіп аламыз, қараңыздар. Бізде осылай келеді ғой. Соны мынау ойық жағы, мынандай үшкір шығып тұратын жағы, неғұрлым артқа қарай шығып тұратын жағы бастың арт жағы болады. Ол бізде мына жерге тігіледі. Бірінші біз мынау осы екеуін қосып арт жағын тігіп аламыз дәл осылай. Қараңыздар, бас жағынан бастап артына дейін тігіп аламыз. Бізде артқы басы. Енді дәл осыны мынау басына тігіп аламыз былай, дәл ортасына. Артқы сызығы, міне мына жерде артқы сызығы бар ғой. Соны мына артқы сызыққа келтіреміз, мына жердегі. Артық нені кесіп тастасаңыздар болады. Дәл осылай кесіп тастап, енді сызығына келтіріп тігіп аламыз арт жағын. Айналдырып көреміз. Міне бізде басы дайын болды. Дәл осылай. Арт жағы басы. Енді денесін тігіп көрсетемін. Енді мына екі денесін тігіп кетеміз. Сол үшін әуелі дәл осы ортасын тауып алып, қанаттарын тігіп кетуіміз керек, екі қанатын. Сол үшін дәл осы қанаттардың ішіне тағы да аздап синтепух салып аламыз.
осындай шүкірзаттың көмегімен салып аласыздар. Енді осы денесінен екі қанатының ішіне осындай аздап синтепон толтырып алдым. Мінекей. Енді осы қанаттарын осы екі жеріне тік кетуім керек. Ол үшін не істеймін? Мен екеуін осылай бүктеп, дәл ортасын тауып аламын. Дәл осылай бүктеп, ортасын тауып алып, осылай белгілеп кетесіздер. Екі жағынан да осылай белгілеп алыңыздар. Енді дәл осы белгіленген жерімізге мінекей мынау қанатты салып тігетін боламыз. Былайынан да белгілесе болады. Бізде алдыңғы жағы болады. Сондықтан қанат осылай тігіледі. Қол осылай алға қарай келеді. Былай емес, қараңыздар, былай болса артқа қарай кетіп қалады ғой. Сондықтан қолымның ұшы осы жерге келетіндей. Дәл осылай екі бүктеп алып, тура осы жерге тігесіздер. Шетін тігіп алыңыздар әуелі. Жылтып кетеді себебі. Мынаның да дәл ортасында боласыздар. Ортасына келтіресіздер тапқан жерін. Енді дәл осының ортасына мына бөлігін тігесіздер. Ол үшін енді қараңыздар, мынау астыңғы жағын тігіп аламыз бірінші. Астыңғын жағынан бастап мына жерден мынау шетіне дейін тігіп барамыз денесін. Беттестіріп алайық. Қараңыздар. Лапка бойымен тігіп өтеміз. Айналдырып тігіп алдық артына дейін. Айналдырып көрейік. Міне, екі аяғы. Бізде құйрық жағы. Екі қанаты. Қолы енді. Енді дәл осы жерге енді мынау денесін тігеміз. Былай екі бүктеп аласыздар. Дәл ортасымен белгіленіп тұр. Дәл осы сызығына келтіп қараңыздар мына жерге. Екі ортаға. Осылай айналдырып тігіп шығасыздар. Маған дейін. Лапка бойымен тігіп шығамыз. Міне, айналдырып тігіп алдық. Осылайынан енді тігіске жеткізбей осылай қиып шығыңыздар. Айналдырып көреміз. Бұл бізде денесі. Дәл осылай болып шықты. Енді дәл осы жеріне мойнын тігеміз. Тағы да дәл ортасын тауып аламыз. Осылай белгілеп. Дәл ортасын табамыз. Дәл ортасына келу керек осы жерге. Сызығына. Енді ішіне салып мойын бөлігін тігіп аламыз. Мына мойны бізде. Қараңыздар. Дәл осылай тігілу керек. Астының мойын сызығы дәл осы жерге келу керек. Қолмен тігіп шығыңыздар енді дәл осында. Себебі мойны тазалау қате кетуі мүмкін. Мойны үлкен болса, бас жағы үлкен болса, дәл осы жерлерінен тағы да алып жібересіздер мына жерлерден. Вытяжка түскен жерлерден тік тігіп жіберіңіздер. Енді мойны
мына жер дәл кішірек болды да, мынау үлкен болып тұр, қарасаңыздар. Сондықтан дәл осы жерлерінен тағы да тігіп жіберемін. Алып артқы тігістен аламын. Енді дәл осы мойнын тігу үшін осылай ішіне айналдырып алып, дәл мынау алдыңғы сызығын тура мына ортасына келтіруім керек. Дәл осылай тігесіздер, ішіне салып аласыздар. Енді қараңыздар. Жаңағы ортасындағы тамақтың астындағы сызық бар ғой, соны тура мына белгілеген жерге дәл осылай келтіріп алып, қолмен тігіп алыңыздар. Себебі мына жылжып кететін атыры. Орнына келмей қалады тігіс. Сондықтан мен осылай қолмен тігіп аламын. Міне, мойнын айналдырып тігіп алдым. Енді дәл осы жерінен міне ашық жер қалдырасыздар. Арт жағынан, құйрық жағынан, сол жерден айналдырып шығарып аласыздар. Міне, дәл осылай болып шығады. Енді ішіне синтепон салып толтырып көреміз. Дәл осы мынау арқа жағынан ашық жер қалдырдық. Мінекей, дәл осы жерден ашық жер қалдырдым. Осы жерден енді синтепонды саламыз. Әуелі дәл мынау мұрын ұшын айналдырып алайын. Бас жағын айналдырып алып, қазір көрсетемін сіздерге. Мына жерге сетка салдым ғой. Сол жерге толтырып алуымыз керек бірінші тұмсығын. Міне, дәл осы жерге мен сетка қойып кеттім ғой. Осыны айналдырып алып, тұмсықтың ішіне, дәл осы тұмсықтың ішіне толтырып аламыз. Дәл осылай толтырып алыңыздар. Нығыздап толтырып алайық ішіне. Дәл осылай салып алдым. Енді айналдырып көрейік. Міне тұмсығы көріп тұрғандарыңыздай осылай болып шығады, сетка салсаңыздар. Сетка тұмсықтағы синтепонды қыстырмай ұстап тұрады. Дәл осылай бұрынның тұмсықтың формасын шығарып. Тағы да бір кішкене салып жүрсеңіздер болады бір шетінен. Дәл осылай шықты формасы тұмсықтың. Енді ішіне толтырып аласыздар. Бас жағын толтырып алыңыздар. Осындай синтепон саламын. Шамамен енді бір 200 граммдай кетеді. Мына дене жағын толтырамыз. Барлығын көрсетпей ақ қояйын сіздерге енді. Толтыру әдісін білесіздер ғой. Дәл осылай бүкіл денесіне салып аласыздар. Пингвиніміз осындай болып дайын болып шықты. Ішін бәрін толтырып алдым, денесін бәрін. Енді мынау арт жағынан осы жерден орын қалдырдық қой, салатын ашық жер. Дәл сол жерді көрінбейтін тігіспен тігіп шығамыз. Өзі түстес қара жіппен тігіп шығатын боламын. Мен 4 қабаттап алдым. Енді дәл осыны бас жағына қарай алып, мінекей тігіп шығамыз. Кішкене мынаны басамыз. Нығыздап салдым, мен денесі бәріне әдейі нығыз болсын деп. Енді екі жағынан кезек-кезек алып тігіп шығамын. Бұл тігісті барлықтарыңыз білесіздер ғой. Барлық ойыншықтарда осы тігіс түрі қолданылады. Сондықтан аяғына дейін көрсетпей қояйын сіздерге. Қазір бір-екіліп көрсетемін. Сосын ары қарай тігіп аласыздар. Екі жағынан кезек-кезек іліп тігетін боламыз. Бұрынғы сабақтарын қарап шықсаңыздар, дәл сол сабақтарда осы көрінбейтін тігіс әдісі көрсетілген. Тартып отырасыздар. Кезек-кезек екі жағынан іліп.
дәл осылай аяғына дейін тік шығасыздар. Пингвиніміз осылай дайын болды. Мінекей арт жағы, бас жағы, мына құйрық жағы мінекей. Құйрық осындай үшкір болып келеді, мына жерін бүйтіп шығарып қойсаңыздар болады. Аяқтары мінекей. Мына жерден көрінбейтін тігіспен тігіп шықтым. Міне аяқтары осылай дайын болды. 2 размерде беріледі. 2 размер лекаласы небәрі 500 теңге болады. Мына жерінен біз көзді белгілеп кеткенбіз. Дәл осы жеріне көзді салатын боласыздар. Лекалада көздің орны берілген. Дәл осылай болып шығады. Өте әдемі болып шықты деп ойлаймын. Ұнап жатса, видеома лайк басып, пікір жазып, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да ерекше ойыншықтар түрін көрсететін боламын.